Армысыздар ағайын. Абай облысы Семей қаласы номер 45-ші жалпы орта білім беретін мектептің жоғарғы сынып оқушылары ұлы жеңістің 80 жылдығымен құттықтайды. Құттықтаймыз! 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 Жауынгер біздің сарлақтар, жауды жеңген солдаттар, ардақты отан ел үшін, бақытты туған жер үшін. Оқ барады күні түн, жатты жерді от қарып, алға қарай ұмтылды батыр қазақ оқталып. Жер жүзінде нұр шашып жеңіс күні, жақсы үміттің шырағы жанды міне. Аспан бетін қаптаған қара тұман, серпіліп зұлымдық сөндірді. Жер бетін қан сасытқан соғыс бітті, жер бетінен жамандық мүлде өтті. Жеңістің жарқын күнін жыр қыламыз, аспандатып жырлаймыз жақ. Жеңістейміз жалауымыз желбіреп, көктем күнін нұрым төккен елжіреп. Тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүрек. Қорғап қалған қаласы мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын. Қан майданда бала аңса банасын, келеді деп ана күтті баласын. Сәлеметсіздер ме, анашым, әкешім? Міне бүгін сағат кешкі 7-те уақыт тауып сіздерге хат жазып отырмын. Әскердегі өмір қиындау болса да үйреніп келем. Барлығы жақсы, уайымдамаңыздар. Сіздерді сағындым. Үйдің иісін, сіздердің жылы дауыстарыңызды, сүйкімді күлкілеріңізді бәрін сағындым. Бірақ менде бәрі жақсы өтуде. Таңертең ерте тұрамыз, жаттығамыз, дайындаламыз, тапсырмалар орындаймыз. Уақыт тез өтіп жатыр, бірақ әр күн сайын сіздерді ойлаймын. Сіздерге хат жазғанда жүрегім бір сәтке болса да қастарыңызға оралғандай болады. Сіздер аман есен болыңыздар, мен де өзіме абай болам. Келесі кездескенше дейін хаттарыңызды асыға күтем. Сағынышпен, ұлда.